Ассалаумағалейкум, құрметті қыз-келіншектер. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнам тек қана ғибратты әңгімелер емес, сонымен қоса осындай пирогтың жасалу жолымен де сіздермен бөлісемін. Бисмиллахир-рахманир-рахим, кеттік. Әдемілеп піскен асқабақты блендердің көмегімен езіп аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі, қоймалжың, жұмыс жасауға өте ыңғайлы осындай масса болып шығады. Бұл массаны қоя тұрып, енді жаңа құрғақ таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып, үстіне шекер қосып, миксердің көмегімен аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Құрамындағы барлық заттардың мөлшерін описание бөлімінде жазып кететін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бұл асқабақты жақсы көретін адамдарға таптырмайтын өте дәмді пирог. Асқабақтың адам ағзасына тигізер пайдасы өте мол, 1001 ауруға ем. Тіпті асқабақтың дәнінің өзінде қаншама дәрумендер бар. Міне менің масса 2-3 есе ұлғайды. Енді миксерлеуді тоқтатып, үстіне бөлме температурасында тұрған айранды қосып, тағы бір миксерлеп аламыз. Айранмен де қолдың айраны, сіздер дүкеннің айранын қолдансаңыздар да болады. Кезекте ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Ұн қобыстқышымызды да осы ұнмен бірге араластырып жібердім. Міне осылай әдемі біркелкі масса шықты. Енді формамызды сары маймен жан-жағына жағып аламыз. Менде диаметр 23 сантиметр. Біріншімен жұмыртқалы массамды аз мөлшерде ғана салдым. Одан кейін асқабақты пюремізді дәл солай аз ғана мөлшерде салып алдым. Бір слой, бір қабатын мен осылай жасап алдым кезек-кезегімен. Одан кейін асқабақты пюреміздің барлығын салып, үстіне жұмыртқалы массаны салдым. Ауызды шығып кету үшін және пирогымыз тегіс болып шығу үшін осылай бір айналдырып алсаңыздар жетеді. Пешке 180 градусқа 30 минутта дайын болды. Міне әдемі, витаминге толы, көздің жауын алатын біздің пирогымыз дайын болды. Міне ортасын кесіп көрсетейін. Жұмсақ, нәзік, құрғақ емес, әдемі пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған мен, Мұхтарбай Қырмызы.